Сарбазға прокурорлық кеңес атаулы идеология аясында Талдықорғанда Қорғаныс министрлігінің 18-404 әскери бөлімінде мерзімді әскери қызметкерлерімен кездесу ұйымдастырылды. Онда қатысушыларға еліміздегі конституциялық реформалардың маңызы, патриотизм ұғымы, әскери борышты өтеудің жауапкершілігі және заң мен тәртіп қағидаттары кеңінен түсіндірілді. Сонымен қатар мерзімді әскери қызметшілердің құқықтары мен міндеттері туралы жан-жақты ақпарат беріліп, әскери тәртіпті күшейту мәселелері талқыланды. Мамандардың айтуынша, мұндай кездесулер жас сарбаздардың құқықтық сауаттылығын арттырып қана қоймай, олардың отан алдындағы жауапкершілігін сезінуге ықпал етеді. Жас сарбаздар түсіну керек. Қоғамның барысын көтеру үшін, еліміздің құқықтық санасын арттыру үшін осындай салаларға, осындай шараларға қатысу керек деп жүргізіп жатырмыз шараларын. Және де мына жас отан қорғаушылар тек қана осы әскери барысында емес, ертең бұйыртса олардың бәрі үйлеріне қайтып, сол әскерде қалай қызметін атқарғанын, және де отанды қалай қорғау керек екенін осыны түсіндіру барысында біздің айтқан нәрсені басқа жастарға жеткізеді деп ойлаймыз.